Hello children, how are you today? Бүгінгі өтейінді отырған тақырыбымыз in a shop, дүкенде деп аталады. Дүкенге барған кезде бізде не сатып алуға болады? Сіздерге мына жерде жаңа сөздер көрсетілген, менің артымнан жаңа сөздерді қайталап отырамыз. Bag, сумка. Book, книга, орысша, қазақша кітап. Book, книга, кітап. Pencil, карандаш, қалам. Pen, ручка, қаламсап. Ruler, линейка, сызғыш. Crayon, цветной карандаш, түрлі түсті қалам. Desk, парта. Chair, стул, орындық. Енді осы заттарға біз сұрақ қойып үйренейік. Мынау не деген сұрақты үйренеміз. What is it? Мынау не? What is it? It is a pen. Мынау ручка деп атап көрсетесіз. Тағы да бір сұрақ қояйық. What is it? Мынау не? It is a bag. Міндетті түрде it is бен бастаймыз. Ол мынау деген мағынаны білдіреді. It is a bag. Мынау сөмке. Түсінікті ме? Енді мен сендерге сұрақ қоямын, сендер маған жауап беріп отырыңдар. What is it? What is it? Дұрыс айтамыз. It is a bag. Келесі сурет. What is it? Дұрыс айтамыз. It is a book. Келесі сурет. What is it? It is pencil. Дұрыс айтасыңдар. Келесі суретке қарайық. What is it? Мен сұрағыма жауап беріп жіберіңдер. What is it? It is a pen. Дұрыс. Келесі. What is it? Correct. Дұрыс айтасыңдар. It is a ruler. What is it? Correct. Дұрыс айтасыңдар. It is a crayon. What is it? Түсінікті. Дұрыс айтасыңдар. It is a desk. What is it? Дұрыс. It is a chair. Керемет. Енді келесі бетте тағы да сендерге сондай сұрақтар көрсетілген. What is it? Көрсетілген. Мынау не деген сұрақ? It is a ruler. Бұл сызғыш. Сосын түсінде айтамыз. Өйткені біз түсті жаттағанбыз. It is blue. Бұл көк түсті. Сосын мына жақта ручкаға қараймыз. What is it? It is a pen. Бұл ручка. It is green. Оның түсін айтамыз. Түсінікті ғой? Керемет.